Жақында Алматы қаласында екі дін ұстанушысы брошюралар таратып жүр деген ақпарат әлеуметтік желілерді бір шулатты. Біріншіден, бұл роликтің авторы діни қызмет саласындағы заңнаманы жақсы біліп тұрғаны қуантады. Себебі шынымен де діни мазмұндағы ақпараттық материалдарды кітап болсын, листовка, брошюра болсын, көрінген жерде таратуға болмайды. Осы екі дін ұстанушысы осы брошюрамен қатар дін туралы әңгіме құра бастағанда, онда ол заңсыз миссионерлік қызмет құқық бұзушылығы болушы еді. Екіншіден, біздің конституциямызда презумпция невиновности деген түсінік бар. Бұл түсінікті сіздер фильмдерден де естіген болатынсыздар. Бұл жерде осы екі дін ұстанушыларының таратқан брошюраларын мазмұнын дінтану сараптамасын жүргізу арқылы біліп алу керек. Егер де дінтану сараптамасы осы брошюралардың мазмұнын діни деп танылса, онда осы екі азаматқа әкімшілік кодексінің 490 бабы бойынша құқық бұзушы болып танылады да оларға әкімшілік айыппұл салынуы мүмкін. Мен парақшамнан алыстамаңыздар, міндетті түрде осы жағдайдың немен аяқталғанын білетін боламыз.